Депутаттар бүгінгі аудандық мәслихаттың кезекті 47 сессиясына шақырылған мүшелері, құрметті Ерлан Қанатбекұлы, бүгінгі сессияның мәслихаттың отырысына 6 депутаттың 5 депутат қатысып отыр. Қатыспаған депутаттар саны 1. Оның себеп жағдайлары бар. Сессияны құрметті депутаттар дауысқа саламашы қолдайды. Қарсы қалыс жоқ, сессияны ашық деп жариялаймыз. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекет басқару және өзін басқару туралы заңның 10-шы бабы 2-ші тармағына 19-шы тармағына сәйкес аудандық мәслихаттың кезекті 47-ші сессиясы өз жұмысын бастайды. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекет басқару және өзін басқару туралы заңның 11-ші бабы негізінде кезекті сессияға Күршім ауданының әкімі Ерлан Қанатбек, аудан әкімінің орынбасарлары, ауыл округ әкімдері, аудандағы мекеме, бөлім басшылары, қоғамдық ұйым, ақпарат құралдары қатысып отыр. Сессия отырысы тікелей эфирде көрсетілуде. Құрметті депутаттар, аудандық мәслихаттың бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер бірлескен тұрақты комиссия отырыстарда қаралып, талқыланды. Сессияға шығаруға мақұлданды. Атап айтқанда, енді бірінші мәселе Күршім аудандық мәслихат қызметін ұйымдастыру бойынша атқарылған жұмыстар туралы аудандық мәслихат төрағасы Қайрат Тоқал Бақтияровтың есебі. Екінші Күршім аудандық мәслихатының 24 жылғы 25 желтоқсандағы 2025-27 жылдан арналған Күршім ауданының бюджеті туралы шешім өзгерістері туралы баяндамашы Гүлзира Құмарғазы Жанаева, аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы. Үшінші 2026-28 жылдарына арналған аудандық бюджет туралы Гүлзира Құмарғазы Жанаева баяндамашы, аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы. Төртінші Күршім ауданының ауыл округтерінің 24-28 жылдарына дамудағы жоспарын іске асыру туралы баяндамашы Нұралан Нұрланұлы, Күршім ауданы әкімінің орынбасары. Бесінші Күршім ауданындағы жер ресурстарын пайдалану және қорғау жөніндегі атқарылып жатқан жұмыстар туралы Арнұр Асқарбекұлы Искаков, аудандық жер қатынастары бөлім басшысының уақытша міндетін атқарушы. Алтыншы Күршім ауданының мемлекеттік ақпараттық саясат іске асыру барысы туралы баяндамашы Арайлым Бекхамзақызы Қасымбаева, аудандық ішкі саясат бөлім басшысы. Жетінші Сарыөлең ауылдық округінің әкімінің өзіне жүктелген функциялар міндеттерін орындау жөніндегі есебі Серік Алтынбекұлы Ақсақов, Сарыөлең ауылдық округінің әкімі. Сегізінші жұмысшы мамандықтар жылы Күршім мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын қызметкерлеріне жасап отырған еңбек жағдайлары туралы Аслан Сейітхан Лақанов, Күршім мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директоры. Тоғызыншы Күршім аудандық мәслихаттың 2026 жылына арналған жұмыс жоспары туралы баяндамашы Қайрат Тоқал Бақтияров, Күршім аудандық мәслихаттың төрағасы. Құрметті депутаттар, күн тәртібін бекітуді дауысқа саламыз. Қолдайды. Қарсы қалу жоқ, күн тәртібі бекітілді. Сессияны жүргізу регламенті бекітілді. Бірінші, сегізінші мәселелер бойынша баяндамашыларға 15 минутқа дейін, қалған мәселелер бойынша 5 минутқа дейін. Анықтама хабарламалар 3 минутқа дейін. Дауысқа саламын. Кім қолдайды, қарсы қалу жоқ, регламент бекітілді. Енді аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес санақ комиссиясымен қатысушылық тобын сайлауымыз қажет. Мынандай ұсынысым бар. Санақ комиссиясы құрамына депутаттар Ләйзат Құмарова, Достық Дәулетжан Қатановты, қатысушылық тобына Ләйлім Абдулла Шоқаеваны, Қанат Мұқанұлы Қизатбаевты ұсынамын. Дауысқа саламын. Қарсы қалу жоқ. Санақ және қатысушылық тобы құрамына бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Күршім аудандық мәслихаттың қызметін ұйымдастыру бойынша атқарылған жұмыстар бойынша аудандық мәслихат төрағасы есебі. Сөз кезегі өзінде. Құрметті Ерлан Қанатбекұлы, құрметті депутаттар және сессия қатысушылар, 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2025 жылдың 18 желтоқсанына дейін Күршім аудандық мәслихаты өз құзыреті шеңберінде ауданның экономикалық, әлеуметтік дамуын қамтамасыз ету, тұрғындардың өмір сапасын арттыру және жергілікті басқару жетілдіру бағытында бірқатар жұмыстар атқарды. Мәслихат қызметі заңдылыққа, ашықтыққа және қоғаммен өзара ықпалдастыққа негізделді. Депутаттар өңірді дамытудың аса маңызды проблемаларын талқылауда және мәслихаттың жұмыс жоспарын енгізген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауды мәслихат қызметінің негізгі нысаны болып табылатын сессияларда жүзеге асырады. Биылғы 2025 жылы мәслихаттың 15 сессиясы өтті. Оның ішінде 4 кезекті және 11 кезектен тыс сессия.
аудандық мәслихаттың заңымен бекітілген құзыретіне сәйкес есептік кезеңде 119 шешім қабылданды. Оның ішінде 7 нормативтік құқықтағы сипаттағы 7 шешім әділет органдарына тіркелді. Аудандық және ауыл округтердің бюджеттеріне 51 мәрте өзгерістер енгізіп қайта нақтыланды. Ауданның өкілді және атқарушы органдардың қызметінің негізгі мақсаты өңірдің әлеуметтік экономикалық әлеуетін және халықтың әл-ауқатын арттыру болып табылады. Ел президенттің 2025 жылғы 8 қыркүйектегі жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан өзекті мәселелер және оның түбегейлі цифрлық өзгерістер шешу атты Қазақстан халқына жолдауында елдің жаңа экономикалық бағыты, мемлекеттік басқаруды жаңғырту, әлеуметтік қолдауды күшейту және өңірлер дамуын тездету бойынша нақты міндеттер белгіленді. Депутаттық корпустың басты міндеттері экономика мен халықтың әл-ауқатын арттыру, әлеуметтік сала мен халықты әлеуметтік қорғау проблемаларын шешу, азаматтардың құқықтары мен заңдылығын қамтамасыз ету болып табылады. Аудандық мәслихаттың өткен сессияларында Қазақстан Республикасының еңбек нарығын дамытудың 24-29 жылдан алған тұжырымдамасының 24 жылы аудан атқару жұмыстары және 27 жылға қойылатын міндеттер туралы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі аудан комиссиясының дербес құрамы, Күршім ауданы әкімдігінің дербес құрамының келісімдері туралы 2025 жылғы көктемгі су тасқынына қарсы жүргізіліп жатқан жұмыстар, осы жұмыстарды ұйымдастыру туралы 2025 жылғы елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру, сумен көше шамдарын қамтамасыз ету, елді мекендер ішіндегі жолдарды жөндеу, транспорттық инфрақұрылымды дамыту жұмыстары жөніндегі есебі. Ауыл шаруашылығы саласының басым бағыттарын дамыту бойынша шаралардың орындалуы туралы, Күршім ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілуі және жинақталу нормаларын бекіту туралы, Күршім ауданы бойынша халық үшін тұрмыстық қатты қалдықтар жинауға, тасымалдауға, сұрыптауға және көмуге арналған тарифтер бекіту туралы, Күршім аудандық мәслихатының 2024 жылғы 20 наурыздағы Күршім ауданында тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібін айқындау туралы нөмір 24 шешім өзгерістері туралы, өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек көрсетуге мүмкін адамның өтініштерін қарау туралы, балықшы, Күршім, Сарыөлең ауылдық округі әкімдерінің өздеріне жүктелген функциялар мен міндеттерді орындауы жөніндегі есептері, Күршім ауданының 2026 жылға арналған оңайтылған декларация негізінде арналған арнаулы салық режимін қолдану кезінде салық мөлшерлемесінің мөлшерін төмендету туралы және тағы да басқа мәселелер қаралып, ведомствоаралық комиссиялар мен кеңестердің құрамдары жаңартылып бекітілді. Аудандық мәслихаттың барлық шаралары ашықтық пен айқындық режимде өткізіледі. Мәслихат сессиялары онлайн режимде тікелей эфирде көрсетіледі. Сессия жұмысына мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың басшылары, үкіметтік емес ұйымдар, бірлестіктердің бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шақырылып қатыстырылады. Мәслихат өз өкілеттігін тек сессияларда ғана емес, тұрақты комиссиялар мен өзге органдар арқылы да жүзеге асырады. Аудандық мәслихатта 2 тұрақты комиссия бар. Қабылданған жұмыс жоспарына сәйкес есептік кезеңде комиссиялардың 15 отырысы өткізілді. Комиссиялардың жұмысы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыруға және сайлаушылармен тікелей байланысқа бағытталған. Тұрақты комиссиялар жұмысының нәтижелері аудандық мәслихат сессияларында жеке талқыланады. Біз аудандық мәслихаттың 15 сессиясында бюджет, экономикалық реформалар, аграрлық кешені, экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия төрағасының есебін және депутаттық өкілеттік, этика, заңдылық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссия төрағаларының есебін тыңдадық. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 21-ші бабына сәйкес мәслихат депутаты мәслихат құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша әкімге, орталық мемлекеттік органдардың, аумақтық бөлімшелерінің жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдардың лауазымды адамдарға ресми жазбаша сұрау салуға құқылы. Депутаттық сауалды қарау мерзімдері осыдан реттеледі. Есептік кезеңде депутаттар сайлаушылармен 38 кездесу және жиналыс өткізді. Олардың жеке қабылдауында 62 сайлаушы келіп, сайлаушылар проблемалар мәселелерін жеткізді. Мәселен, халықтың тыныш тіршілігіне барлық аспектілеріне қатысты болды. Оның ішінде елді мекендерді абаттандыру, жолдар жөндеу, кесіп тас төсеу, тегістеу, көшелерді жарықтандыру, ауданда су құбыры желілерін қайта жаңарту, жылу жүйесіне қосу, Островский атындағы нөмір 4 мектебіне спорттық салып беруге ықпал жасау, спорт мектебіне балалар тасу үшін дәлел салып беруге ықпал жасау, Күршім коммуналдық шаруашылығына
АГП 22 автокөлік қарастыру, аудандағы медициналық мекемелерін медициналық автокөліктерін қамтамасыз ету, Күршім ауылына мал қорын салу бойынша қарастағы басқа сұрақтар кірді. Өздері сайланған сайлау округтерінде сайлаушылардың мәселелерін шешу үшін депутаттар түрлі органдарға 36 депутаттық сауал жолдады. 2024 жылдың қорытындысы бойынша 29 депутаттық сауал қанағаттандырылды, 7 депутаттық сауал бақылауда. Біз депутаттар алдағы уақытта халықпен байланысты нығайтып, әлеуметтік мәселелер жедел әрі тиімді шешетін боламыз. Алдағы қызмет кезінде ең алдымен мемлекет басшысының барлық мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының алдына қойған міндеттерін негізге алып, мәслихаттар мен әкімшілікке тығыз өзара қимыл жасай отырып, ауданымыздың өркендеуіне бағытталған ортақ мақсаттарымызды бірге жүзеге асырамыз. Құрметті депутаттар, енді халық үшін атқарып отырған еңбектерінің жемісті, берекелеріңіз мықты болсын. Рахмет. Енді баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңыз бар ма? Болмаса шешім жобасы қолдарыңызда, дауысқа салам бекітілді. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ. Шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихаттың 24 жылғы 23 желтоқсандағы 2025-27 жылдарға арналған Күршім ауданының бюджеті туралы шешіміне өзгерістер туралы сөз аудан экономика қаржы бөлімінің басшысы Зира Марқазқызы Жанаева берді. Құрметті Мейіржан Қаламбекұлы, құрметті Қайрат Тоқанұлы, құрметті депутаттар және мәслихат сессиясына қатысушылар. Күршім ауданының 2025-27 жылдарға арналған бюджетін нақтылауға үнемделген қаражатты қайта қарастыру негіз болып отыр. Жастар орталығының ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге үнемделген 554 мың теңге қаражат қысқартылып, қаражат сәулет құрылыс тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлік және автомобиль жолдар бөліміне электр энергияға берілді. Аталған өзгерістерді қолдауларыңызды сұраймын. Сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті депутаттар, аталған мәселе тұрақты комитет отырысында жан-жақты қаралып талқыланды. Сұрақтарыңыз болмаса, шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ. Шешім бекітілді. Рахмет. Келесі сұрақ 2026-28 жылдан алған аудан бюджеті туралы сөз аудан экономика қаржы бөлімінің басшысы Зира Марқазқызы Жанаеваға беріледі. Күршім ауданының 2026-28 жылдарға арналған бюджетін қарастыру кезінде 2026 жылға арналған меншікті түсімдер 1 миллиард 757 миллион 124 мың теңге сомасында жоспарланды. Субвенция 2 миллиард 124 миллион 992 мың теңге сомасында қарастырылды. Республикалық бюджет қаражаты есебінен 207 миллион 172 мың теңге трансферттер бөлінді. Олар мамандандырылған әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 205 миллион 438 мың теңге. Азаматтық қызметшілердің жекеленген санаттарының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталынатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазынашылық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 1 миллион 734 мың теңге. Облыстық бюджет қаражаты есебінен 177 миллион 544 мың теңге трансферт бөлінді. Атап айтқанда, тұрғын үй сатып алуға 64 миллион 277 мың теңге. Атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 25 миллион 460 мың теңге. 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке 6 миллион 533 мың теңге. Азаматтардың кейбір санаттарына материалдық көмек көрсетуге 260 мың теңге. Чернобыль атом электр станциясындағы апатты салдарынан жойылуға қатысушыларға 1 миллион 350 мың теңге. Чернобыль атом электр станциясындағы апат салдарынан мүгедек болып қалған адамдарға 350 мың теңге. Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін материалдық бір реттік көмек көрсетуге 2 миллион теңге. Алтын алқа, күміс алқа алқаларымен марапаттаған немесе бұрын батыр ана атағын алған және бірінші, екінші дәрежелі ана даңқы орденімен марапаттаған көп бала аналарға бір реттік материалдық көмек көрсетуге 2 миллион 625 мың теңге. Бірге тұратын 4 және одан да көп
кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға бір реттік материалдық көмек көрсетуге 5 миллион 535 мың теңге. Азаматтардың кейбір санаттарына Ауғанстанда қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына 6 миллион 150 мың теңге. Санитарлық курорттық емделуге 8 миллион 16 мың теңге. Ақыл ой кемістігі бар балаларды санаторий курорттық емдеуге 9 миллион 858 мың теңге. Протездік ортопедиялық сурдотехникалық тифлотехникалық құралдарға 5 миллион 857 мың теңге. Протездік ортопедия құралдармен қамтамасыз етуге 5 миллион 443 мың теңге. Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге 22 миллион 148 мың теңге. Мемлекеттік шығармашылық тапсырыстарды жан басына шаққандағы услугаға 11 миллион 682 мың теңге. Республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді қосқанда 2026 жылға арналған шығындар 4 миллиард 266 миллион 832 мың теңгені құрады. Оның ішінде жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 1 миллиард 62 миллион 469 мың теңге, қорғаныс 50 миллион 553 мың теңге, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық сот, қылмыстық атқару қызметі 15 миллион теңге, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 726 миллион 38 мың теңге, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 575 миллион 296 мың теңге, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 801 миллион 656 мың теңге, ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қоршау, жер қатынастары 105 миллион 465 мың теңге, көлік және коммуникация 324 миллион 881 мың теңге, басқалар 35 миллион 144 мың теңге, борышқа қызмет көрсету 37 миллион 461 мың теңге, трансферттер 441 миллион 449 мың теңге, борыштар өтеу 91 миллион 420 мың теңге. 2026 жылға арналған бюджетте аудандық бюджетте ауылдық округтерге берілетін субвенциялар көлемі 441 миллион 449 мың теңге сомасында көзделген. Оның ішінде Күршім ауылдық округіне 83 миллион 400 мың теңге, Сарыөлең ауылдық округіне 61 миллион 882 мың теңге, Абай ауылдық округіне 64 миллион 733 мың теңге, Қалғұт ауылдық округіне 50 миллион 479 мың теңге, Қойған ауылдық округіне 48 миллион 484 мың теңге, Маралды ауылдық округіне 77 миллион 984 мың теңге, Балықшы ауылдық округіне 54 миллион 487 мың теңге. Аудандық бюджеттен ауылдық округтерге берілетін трансферттер 397 миллион 500 мың теңге. Оның ішінде Күршім ауылдық округіне 77 миллион 205 мың теңге, Сарыөлең ауылдық округіне 104 миллион 295 мың теңге, Қойған ауылдық округіне 69 миллион теңге, Қалғұт ауылдық округіне 55 миллион теңге, Абай ауылдық округіне 62 миллион теңге, Балықшы ауылдық округіне 30 миллион теңге. Құрметті депутаттар, қолдауларыңызды сұраймыз. Хабарлама аяқталды. Құрметті депутаттар, бұл мәселе және тұрақты комиссия отырыстарында жан-жақты қаралды, талқыланды. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болмаса, шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ. Шешім жобасы шешім бекітілді. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім ауданының ауылдық округтерінің 24-28 жылдан алған даму жоспарын іске асыру туралы сөз аудан әкімінің орынбасары Ролан Нұрланұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Мейіржан Қанатбекұлы, Қайрат Тоқанұлы, қыздармен депутаттар және сессияға қатысушылар. Күршім ауданының ауылдық округтерінің 24-28 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру туралы. Күршім ауданының ауылдық округтерінің 24-28 жылдарға арналған даму жоспары 2024 жылдың 2 қыркүйегінде номер 413 әкімдік қаулысымен және 25 қыркүйегінде мәслихат шешімімен бекітілді. Аудан бойынша жоспарланған 147 іс-шараның 34 орындалды, 26 орындалу барысында 57 орындалмады. Ішінде Күршім ауылдық округінде 47 іс-шара жоспарланып 23 орындалды, 12 орындалу барысында 12 орындалмады. Сарыөлең округінде 24 іс-шара жоспарланып 9 орындалды, 4 орындалу барысында
11-і орындалмады. Маралды округінде 16 шара жоспарланып 9 орындалды, 2 орындалу барысында 5 орындалмады. Құйған округінде 15 шара жоспарланып 4 орындалды, 2 орындалу барысында 9 орындалмады. Абай округінде 13 шара жоспарланып 6 орындалды, 2 орындалу барысында 5 орындалмады. Балқыш округінде 14 шара жоспарланып 7 орындалды, 2 орындалу барысында 5 орындалмады. Қалғұт округінде 18 шара жоспарланып 6 орындалды, 2 орындалу барысында 10 орындалмады. Жаңа тұрақты комиссияда толыққанды сұрақ жауапты алынған болатын. Бұл қазір ақпарат айтыңыз. Құрметті депутаттар, баяндама аяқталды, сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа аталған мәселе тұрақты бірлескен комиссия отырысында жан-жақты талқыланған. Енді сессияда қысқартылған ақпарат беру ұсынылған. Енді сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болмаса, шешім жобасын дауысқа саламыз. Шешім қолдарыңызда. Кім қолдайды? Қарсы қалыс жоқ. Шешім бекітілді. Рахмет. Күн тәртібінде келесі мәселе Күршім ауданындағы жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау жөніндегі атқарылып жатқан жұмыстар туралы сөз аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысының уақытша міндетін атқарушы Арнұр Асқарбекұлы Искақовқа беріледі. Қайырлы күн, құрметті Мейіржан Қанатбекович, құрметті Қайрат Мұхамедов, депутаттар және мәселе қатысқан қатысушылар. 2022-2023 жылдар аралығында пайдаланылмай жатқан комиссияның нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмай жатқан жер учаскелерін мемлекеттік меншікке қайтару бойынша жылдық жоспарларын орындау туралы айта кетсек, 2022 жылы Шығыс Қазақстан облысы жер қатынастары басқармасымен бекітілген жоспар бойынша Күршім ауданы мен жалпы ауданы 4000 гектар жер учаскесін қайтару бекітілген. Осыған сәйкес Күршім ауданы жер қатынастары бөлімі жалпы ауданы 15144 гектар қайтару жоспар 378,6% орындалды. Осы сияқты 2023 жылы 20 000 гектар жер қайтару бекітілген. 2023 жылдың қорытындысы бойынша 105,3% жоспар орындалды. Ал 2024 жылға сәйкес 19,600 гектар жер учаскелерін қайтару бекітілген. 2024 жылдың 12 айында Күршім ауданы жер қатынастары бөлімі жалпы ауданы 21,756 гектар жер учаскелері қайтару жоспар 111% орындалды. Ағымдағы жыл бойынша 15 000 гектар жер учаскесін қайтару тапсырылған. Бүгінгі күнде 15,909 гектар жер учаскесі қайтару жоспар мерзімінен бұрын 7,5% орындалды. Тексеру актісі толықтырылып, тиісті шара қолдану үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің жер ресурстарын басқару комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне жолданған жер учаскелері бойынша жер кодексінің 14-1 бабының 3-ші тармағы 18-10 тармақшасына сәйкес жер учаскелерін ақтау жұмыстарын үнемі жүргізіп отыр. Осыған сәйкес 2022 жылы 38 жер учаскесі, 2023 жылы 27, 2024 жылы 79, ал 2025 жылы 35 жер учаскелері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің жер ресурстарын басқару комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне тиісті шаралар қабылдау үшін жолданған болды. Мемлекет меншігіне қайтарылған жер учаскелерін ауыл шаруашылығы айналымына тарту үшін Қазақстан Республикасы жер кодексінің 1-ші бабы және Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары және премьер-министрінің депутаттарына сәйкес ағымдағы жылы 3 конкурс өткізіп, жалпы ауданы 10 000 гектар болатын 38 жер учаскесі шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін табысталды. Және де 2025 жылы өте қысқа мерзімді 5 жылға шөп шабу үшін жалпы ауданы 496 гектар жер учаскелері 26 жер учаскелері табысталды. Көрсетілген мемлекеттік қызмет түрлері және жер комиссияның жұмысына келсек, жер қатынастары бөлімінен 12 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Осыған сәйкес ағымдағы жылдың бүгінгі күнге дейін Күршім ауданы жер қатынастары бөлімінен 232 мемлекеттік қызмет көрсетілген.
бұл ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыру туралы 4 мемлекеттік қызмет, аукцион конкурс 112 мемлекеттік қызмет, жер учаскелерін қалыптастыру бойынша жерге орналастыру жобасын бекіту 116. 2025 жылғы бүгінгі күнге дейін Күшім аудандық жер комиссиясының 15 отырысы өткізіліп, барлығы 150 өтініш қаралды. Ағымдағы жылы жер қатынастары бөлімі жеке және заңды тұлғалармен 211 жер учаскесін жалға беру шартын және 12 сатып алу келісімшарттарын жасады. Ел қазына веб порталы арқылы 2 аукцион өткізіліп, жалпы ауданы 5,83 гектар жер учаскесі табысталды. Қосымша жобалар Күшім ауданы Қорған ауылынан солтүстік батысқа қарай 4 шақырым қашықтықта жалпы ауданы 4,9 гектар болатын 49 жер учаскесін жерге орналастыру жобалары әзірленді. Алдағы уақытта бұл жерлер ел қазына веб порталы арқылы демалыс үйлерін салу және орналастыру мақсатында аукционға шығарылатын болады. Қазақстан Республикасының жер кодексінің 17-69-71 баптарына сәйкес қатты пайдалы қазбаларына барлау жұмыстарын жүргізу үшін табысталған лицензия негізінде 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне және 1 азаматқа лицензия көрсетілген мерзімге дейін ауданның босалқы жер тарafындағы жер учаскелерінің пайдалы қатты қазбаларына барлау жұмыстарын жүргізу үшін жария сертификат берілген. Құрметті депутаттар, Арнұр Ақбердиевтің сұрақтарыңыз бар ма? Бұл мәселе жаңа тұрақты комитет отырысында талқыланып қаралған. Сұрақтарыңыз болмаса шешім жобасы қолдарыңызда дауысқа басылсын қолдайды. Қатысып қалу жоқ, шешім бекітілді. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күшім ауданында мемлекеттік ақпарат саясаты іске асыру барысы туралы. Сөз аудандық ішкі саясат бөлімі басшысы Арайлы Тепқамзақ Қасымбайұлы. Күшім ауданының ақпараттық кеңістігінде тіркелген өңірлік бір электрондық бір баспа Күшім жарысы бұқаралық ақпарат құралдары және 22 әлеуметтік жұмыс желіде жұмыс тобы жұмыс жасайды. Аудан аумағында өз қызметін аудандық Күшім жарысы газеті таралымы 2500 дана, басылым тілі мемлекеттік және орыс тілінде жүзеге асырылады. Инстаграм ресми аккаунт Күшім әкімдігі, Фейсбук Күшім әкімдігі жариялаудары жұмыс жасайды. Сонымен қатар Инстаграмда Күшім жаңалығы, Күшім аудан әкімдігі, Күшім әкімдігі және TikTok парақшалары жүргізіледі. Ауданда мемлекеттік ақпаратты саясатты іске асыру президент әкімшілігінің республикалық және облыстық аудандық медиа жоспарлар негізінде министрліктердің тапсырмалары мен ұсынымдарына сәйкес, сондай-ақ президенттің жолдауын мемлекеттік және өңірлік бағдарламалардың кешенді жоспардың негізгі бағыттарын іске асыру барысын ауданның экономикалық және әлеуметтік салаларының дамуы, өзекті мәселелерін шешу, халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау, кәсіпкерлікті, туризмді, шекара маңындағы аумақты дамыту шараларын түсіндіру, елдегі және өңірдегі мерейтойлық маңызды даталар, ақпараттық саясатты тақырыптар бағытына сәйкес жүзеге асырылады. Позитивті жаңалықтар сапалы әрі тұрақты үнемі жарияланып қамтамасыз ету үшін апта сайын кемінде 3 ақпараттық материал жарияланып отырады. Медиа жоспар аясында 100-ден астам іс-шара, 55 тақырыптың, оның ішінде 38 мемлекеттік органдардың, 15-і жергілікті атқарушы органдардың тақырыптар бойынша жүзеге асырылды. Олар форматты сұхбаттар, мақалалар, телесюжеттер, қысқа метражды бейнероликтер және әлеуметтік желілерге жарияланып отырды. 2025 жылы 29 миллион теңге қаржы қарастырылған. Аудан басшылығы тарапынан мемлекеттік ақпаратты саясатты іске асыру мен аудан тұрғындарының барлық ақпаратты ресурстар арқылы қолжетімді түсіндіру, ақпараттармен қамтамасыз ету үшін ерекше көңіл бөлінген. 2025 жылға арналған мемлекеттік ақпаратты саясатты іске асыру жөнінде іс-шаралар жоспарына сәйкес аудан әкімінің, аудан әкімі орынбасарларының,
ауылдық округ әкімдерінің, бөлім басшыларының газеттерде, әлеуметтік желілер мен интернет ресурстарында материалдар жариялау кестесі. Аудан әкімінің облыстық Алтай телеарнасында тікелей эфирде сұхбат өткізу. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы сыни жарияланған материалдарға ден қою алгоритмі жасалған. Күршім ауданында мемлекеттік ақпаратты саясатты іске асыру бойынша ауылдық округ әкімдеріне, бөлім басшыларына нақты бағыттар мен нұсқаулар берілді. Күршім ауданының әлеуметтік экономикалық даму туралы аудан әкімінің брифингі жылына 4 рет ұйымдастырылып өткізілді. 2 рет Алтай телеарнасында тікелей эфирде, 2 рет Шығыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінде. Облыстық Алтай телеарнасында түрлі тақырыпта 27 сюжет түсірілді. Оның ішінде аудандағы ауыз су мәселесі, ауыл шаруашылығы бойынша бау-бақша өнімі, жылу қазандықтарының жайы, айналма жол, бұқтырма балықшысы 2025, көктемгі су тасқынына арналған жұмыстар, еңбек адамы, Оралханның көктемі, Маралды ауылдық округіндегі атқарылған жұмыстар, Домбыра күні, біздің ауыл, Барақ Батыр ауылының бір күні. 25 жылдан бастап республикалық айқын, Литер газеттерінде Маралды ауылдық округіндегі атқарылған игі істер жөнінде 2 мақала, Егемен Қазақстан газетінде ауыл шаруашылық саласы, көктемгі су тасқыны, ауданның дамуының үдерісі жөнінде облыстық Дидар, Рудный Алтай, Менің өлкем газеттерінде көпір салынып көркейіп жатқан, Күршім көпірі маңында демалыс орындары салынады. Күршім қалай дамып келеді, еңбек адамы, заң мен тәртіп, қауіпсіз қоғам, мүмкіншілігі шектеулі адамдардың құқықтарын қолдау, Күршім ауданының ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі тақырыбында жарияланымдар жарыққа шықты. 2025 жылы облыстық және аудандық біздің Өскемен ақпараттық сайттарында Алтай 5 KZ, F16 KZ, Нұр KZ, Күршім әкімдігі 80 ақпараттық материалдар жарияланып орналастырылды. Ағымдағы жылды қаңтардан бастап әлеуметтік желілерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және мемлекеттік қызмет көрсету тақырыбы бойынша 42 бейнеролик орналастырды. Газетке 12 мақала жарияланып, 12 баннер орналастырылды. Бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік желідегі сыни материалдарға жедел әрекет ету мақсатында мекеме бөлім басшылары ауылдық округ әкімдерімен бұқаралық ақпарат өкілдері арасында жауаптылармен анықталып, іс-қимыл тұрақты адамдар анықталды. Барлық мемлекеттік органдар өкілдері енгізілген WhatsApp мессенджерлерде арнайы штаб жұмыс жасайды. Сондай-ақ қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық салалардағы дағдарыстық жағдай кезінде мемлекеттік органдардың жедел хабарлар ету, ақпаратты әрекет ету алгоритмі бүгінгі күні қолданыста бар. Есепті кезеңде әлеуметтік желілерді мониторинг барысында ауданда түрлі проблемалық мәселелерде қатысты 9 сыни мақала анықталды. Оларға тиісті ұйымдардан ресми түсініктемелер берілді. Сонымен қатар сарапшылар мен қоғамдық көшбасшылар 88 пікірлік материалдар жарық көрді. Күршім ауданының қоғамдық саяси газеті Күршім жаршысы беттерінде мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы, Қазақстан Республикасы президентінің жолдауын түсіндіру және насихаттау бойынша 116 мақала жарияланды. Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы аясында Таза Қазақстан айдарында 45 мақала жарияланды. Сондай-ақ қауіпсіз қоғам, жылыту маусымы, зорлық-зомбылықсыз қоғам, еңбек адамы, мемлекеттік қызметшінің этикасы, спорт, білім, мәдениет саласындағы жетістіктер туралы, ауылдық округ әкімдерін сайлау бойынша материалдар, қоғамда ынтымақтастық, рухани қалыптастыру және аудандағы инфрақұрылым, денсаулық, білім, туризм саласы бойынша тақырыптағы материалдар жарияланып орналастырылды. Жыл көлемінде аудандық газетте мемлекеттік қызметшілер туралы бөлім мекеме басшыларының мақалалары жарияланып отырады. Көп сенімін ақтай бүгінде жас басшының жарқын жолдары аудандағы құқықтық құтқарушы президент қолына марапат алды. Ізімізбен үлге болуға тиіспіз. Мемлекеттік қызметтің абырой міндеті атты 46 мақала жарық көрді. Сондай-ақ ОБК Күршім, Күршім әкімдігі, Күршім жастары әлеуметтік желілерінде ауылдық округтердің Инстаграм парақшаларында 238 материал жарияланды. Ауылдық округтерде көлемінде меморандум бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы бұқаралық ақпарат құралдарына мақалалар жариялау ұйымдастырып, атап айтқанда бүгінгі таңда облыстық Алтай телеарнасында
республика айкым, аудандық күршім жасы газетінде ресми сайттарда атқарылған жұмыстар ауылдық округ әкім парақшаларында, мессенджерлерде 36 материалдар жарық көрді. Ішкі саясат бөлімі тарапынан ауданның оң имиджін қалыптастыру мақсатында кеңінен тарату тиісті жағымды жаңалықтарды уақытылы таратып отыру бүгінгі күнге басты назарға алынған. Мемлекеттік ақпаратты саясатты іске асыру бойынша жұмыс ары қарай жалғасын табады. Ақпарат аяқталды, назарларыңызға. Құрметті депутаттар, ақпарат аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Бұл мәселеде және тұрақты жобасында қаралып табылғанда сұрақтарыңыз болмаса шешім жобасы қолдарыңызда дауыс қолдайды. Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім жетті. Рахмет. Күн тәртібінде келесі мәселе Сарыөлең ауылдық округ әкімінің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерін орындау жөніндегі есебі. Сөз Сарыөлең ауылдық округ әкімі Серік Алтынбеков атап берді. Сарыөлең ауылында 15 адам, 95 ауыл. Арақбатыр ауылында 408 адам, 153 ауыл. Біргіл ауылында 283 адам, 81 ауыл. Сарыөлең ауылдық округі бойынша барлығы 266 зейнеткер, оның ішінде Сарыөлең ауылында 123 адам, Арақбатырда 102, Бірлік ауылында 40 адам тұрады. Ауылдық округ әкімшілігінің штаттарында 13 қызметкер құрайды. Оның ішінде 2 мемлекеттік қызметкер, 8 қамтушы қызметкерлер. Ауылдық округтың барлық қызметкерлерінің атқарып отырған лауазымдары біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тиісті стандарттары мен регламенттері және әкімшілік рәсімдері сақталады. Ауылдық округ әкім аппаратында 19 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіледі. 25 жылдың 11 айында барлық 15 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Сарыөлең ауылдық округ әкім аппараты мемлекеттік мекемесі ғимаратында электрондық қызметтерді алу үшін өз-өзіне қызмет көрсету бойынша ашылып, келушілердің қызмет алуына барлық жағдай жасалған. Осы бағытта қызмет алушыларға электрондық қызмет алу жолдарымен көрсетіліп, электронды үкімет порталымен жұмыс істеу дағдыларын үйрету, әлеуметтік белсенділік халықтың есепті қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Осы орталық арқылы 2025 жылы 11 айында 420 түрлі мемлекеттік қызмет алынды. 25 жылдың 11 айында заңды және жеке тұлғалар барлығы 6 түскен өтіштер уақытында тіркеліп, тиісті жұмыстар жүргізіліп, жауап берілді. Ауылдық округ әкімінің жеке және заңды тұлғалармен қабылдауға байланысты жұмыс кестесі бекітілген. Сенім телефоны және арыз шағым жәшігі орнатылған. Округ бойынша ауыл әкімінің қабылдауында 13 адам тіркелді. Заңға сәйкес түскен өтініштерге жауап берілді. Сарыөлең ауылдық округіне қатысты елді мекендер тұрғындары мен кездесу өткізілді. 2025 жыл басынан жұмыссыздыққа тіркелген 12 адам қоғамдық жұмысқа тартылды. 2 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алады. Округте 4 әлеуметтік қызметкерлер және 1 әлеуметтік мұғалім бар. Барлығы 10 штатқа және 6 мүгедек адамдарға үйден қызмет көрсетіп отыр. Ал аз қамтылған жалғыз басты қарттарға және мүгедектігі айлығында және қажеттіліктеріне қарай көмек көрсету ұйымдастырылған. Округте 43 көпбалалы отбасылар тұрады. Сарыөлеңде 24, Арақбатырда 15, Бірлікте 4. Округте 16-35 жас аралығында жастар саны 267. Оның ішінде оқушылар 26, студенттер 86, жұмыс істейтіндер 119, өз жұмыспен қамтылушылар 36. 2025 жылдың 1 шілдесінде ауылдық округтегі қара малы 702 бас мал, ұсақ мал 16925, жылқы 4074, 364 басты құрады. Сарыөлең ауылдық округ бойынша жаздық жайылымдық жайлауға 7 қара малы, 7 ұсақ мал, 8 жылқы ұйымдастырылды. Сарыөлең ауылдық округіне қарасты
жер көлемі барлығы 196.45 гектар. Сарыөзек ауылдық округі бойынша ағымдағы жылы 15.100 мал азығын дайындау жоспарланып, жоспар 120%-ға орындалды. 2025 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша барлығы 173 миллион 102 теңге қаражат бөлініп, барлық қаражаттар толығымен игеріліп, игерілу пайызы 99.9% құрады. Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы аясында ауылдық округтық тазалық және абаттандыру жұмыстары жүргізу мекемелер мен ұжымдардың тұрғындардың қатысуымен ұйымдастырылады. Жиналған қоқыстар арнайы орындарға техникамен апарып төгіледі. Қатты қалдықтар төгілетін орындар үнемі тазаланып отырады. Жасыл ел бағдарламасы арқасында ағымдағы жылы 6 жасөспірім ауылдың көкейіне өз үлестерін қосты. Осының нәтижесінде Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына орай көшіру ауданы бойынша ұйымдастырылған үлгілі ауыл байқауының бірінші орын жеңімпазы атандық. Облыс деңгейінде де қатысып, ұйымдастырылған байқаудан бірінші орын иелендік. Ауылдық округ бойынша тұрғындарды азық-түлікпен қамтамасыз ететін 7 азық-түлік дүкені бар. 2025 жылы осы дүкеннің 19 түрлі маңызды азық-түлік арналған тауарлардың бағасын ұсынуға жаңадан меморандум жасалды. Округте баға тұрақты. Қазіргі таңда дүкендерде негізгі тұтыну тауарларының бағаларын тежеу үстеме бағасын 15%-дан асырмау қадағалануда. Нанның бағасы қазіргі орташа шекпен 185 теңге. Ауылдық округ әкімінің функционалдық міндетін атқару аппарат мүшелерімен бірге отыра, ауыл тұрғындарының арасында әр елді мекендегі ауыл тұрғындарымен өткізілген кездесулерде бұрыннан шешімін таппаған күрделі негізгі проблемаларды шешу барысында аудандық сала мамандары мен депутаттар мен орынбасарлар мен Аманат партиясы төрағасымен бірлесе отырып жұмыстар ұйымдастырылды. Барлық сала бойынша ауылдық округке келетін тапсырмалардың дұрыс деңгейде орындалуы сізге ауылдық округ әкімінің қатаң бақылауында. Ауылдық округке қарасты барлық мекемелердің қысқы дайындықтары, жылу қазандықтарының дұрыс жұмыс істеулері және қажетті көмір мөлшерінің түсірілуі мүмкіндігі басты назарға алынған. Құрметті Қайрат Тоқанұлы, құрметті Ержан Қанатбекұлы, және депутаттар. Сессияға қатысушы мәслихаттар функцияның міндеттері атқару барысында барлық жоғары жақтан берген тапсырмалардың және ауыл тұрғындарымен өтетін кездесулерде көтерілген мәселелердің нәтижелі орындалуы тікелей өзінің жеке бақылауында. Алдағы уақытта ауыл тұрғындарының мекемелерінің оңды шешу өз бақылауына алып, нәтижелі болуына аппарат жұмысын бағыттаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет Серік Алтынбекұлы. Баяндама аяқталды. Сұрақтар ұсыныстарыңыз бар ма? Бұл мәселеде жаңа бірлескен тұрақты комиссия отырысында жан-жақ қаралды. Енді сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болмаса, шешім жобасы қолдарыңызға дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс жоқ. Шешім бекітілді. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе жұмысшы мамандықтары жылы Күршім мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын қызметкерлерін жасалып отырған еңбек жағдайлары туралы сөз Күршім мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директоры Асан Сейітханұлы Ахановқа беріледі. Құрметті Қайрат Тоқанұлы, құрметті жиынға қатысушылар, мекемеде 90 адам қызмет етеді. 4 жылу қазандағы халықты жұмыс істеп тұр. 10 елді мекенде ауыз сумен қамтамасыз етеді. Және жергілікті маңызы бар 134 шақырым жолды қамтамасыз етеді. Тұрғылықты бір халықты қазір қызмет атқарып отыр. Не бойынша? Көмір бойынша 700 тоннаға көмірге келісімшарт жасалды. Алтай қаласында бүгіннен бастап көмір қазыла бастайды. От шаруашыларының демалатын орындарына жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазір жағдайлары смена шыққаннан кейін уже жуынып жағдайлары жасалды.
рахмет. Бұл мәселеде жаңа тұрақты комиссия отырысында қаралған. Енді мына сессия отырысында қысқа нақтылайды деп ұсынғанбыз. Енді сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса шешім жобасы қолдарыңызға дауыс саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Рахмет. Енді күн тәртібіндегі келесі мәселе. Енді Күршім аудандық мәслихаттың 2026 жұмыс жоспары туралы сөз кезегі. Енді жұмыс жоспары қолдарыңызда, таныстыңыздар, иә? Енді жұмыс жоспарын енді таныстырып қажет па или дауысқа салайын ба? Онда дауысқа салайын. Жұмыс жоспары бекітілсін дегендер кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ. Жұмыс жоспары бекітілді, шешім бекітілді. Рахмет. Құрметті депутаттар, құрметті осы бүгінгі сессия қатысушылар, осымен 47 сессия өз жұмысын аяқтайды. Басқа сұрақтар, пікірлеріңіз бар ма? Сессияны, егер де ұсыныстарыңыз, сұрақтар жоқ болса, сессияны жабық деп жариялаймын.